Баланы сабақтан күтіп алатын уақыт болды. Осылай күні бойы автобуспен өтеді уақыт. Таңертең жетте шығамыз үйден. 7-тен 20 кеткенде садиктан бастаймыз. Сөйтіп осылай уақыт өтеді. Күніміз қалай өткенін білмей қаламыз. Садик, мектепке барамыз. Үйге келіп бір шай ішіп алып, қайттан сол жұмыстарым кетеді. Баланы жалғыз жібере алмаймыз. Осылай қаңғыған иттер көшеде толып жүреді. Мектепке жақындап қалдық. Даже үлкен алабайлар, төбеттер маза бермейді ғой, Құдай, қорқыныштысынай. Үлкен адамның өзі қорқады. Сондықтан алып қайтуға тура келеді. Шау-шау етіп. Каждый әрбір үйде ит байланып тұрады. Еще жолда толған иттер бос жүреді. Сонда қалай көп ит дейсің де? Масқара, қорқасың өзің жалғыз жүруге де даже. Не то что баланы жалғыз жіберу. Мектебіміз алыс, 2 аялдамалардың арасы да алыс. Содан автобуспен келіп, одан автобуспен түскеннің өзінде, автобуспен келіп, аялдамаға түскеннің өзінде бір аялдамадай жүресің ғой. Содан әрең жеттік міне. Мектепке келдік. Күтіп отырмын қазір. Ал бүгінгі қасиетті жұма құтты болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Барлығымызға денсаулық болсын. Барлығымызға Алланың нұры жаусын. Отанымыз тыныш болсын.